Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ ордасы YouTube арнасында кезекті апталық шолу. Біз бүгін жаға ұстатқан жаңалықтар мен ел білуі тиіс ақпараттар легін ұсынбақпыз. Ендеше бастайық. Ресейде дүрбелең. Вагнер жасағы Ростовта әскери төңкеріс жасамақ болды. Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі қарулы бүлікке шақырған Вагнер әскери компаниясының жетекшісі Евгений Пригожиннің үстінен қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы бақ және телеграм арналарда түрлі ақпараттар тараған еді. Ресей мемлекетінде не болып жатыр? Тарқатып айтайық. Ресейлік кәсіпкер және Вагнер жекеменшік әскери компаниясының негізін қалаушы Евгений Пригожин Ростовқа келгенін бас штаб бастығы мен Шойгуды күтіп тұрғанын айтып, бейнеүндеу жасаған еді. Мәскеуге баруды мақсат тұтқан Пригожиннің не ойлағаны бар? Бұл азаматтық соғыс па, әлде сатқындық па? Қазір айтамыз. Викторович, здорово были, с передка, что МЗ? От тех пацанов тебе привет. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем и за. Если что, шуми, в любое время придем. Ростов облысының губернаторы Василий Голубев телеграм арнасында қалада демалыс күндері жоспарланған барлық шаралар тоқтатылғанын жазды. Ал Мәскеуде қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Жергілікті биліктің мәліметінше жағдайды құқық қорғау органдары мен ФСБ бақылап отыр. Сондай-ақ қалада терроризмге қарсы іс-шаралар жүргізілді. По нам стрелять, а мы их сбивать. Сбили? Третью. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. Ресей президенті Владимир Путин бейнеүндеу жасап, Вагнер әскери компаниясының негізін қалаушы Евгений Пригожиннің іс-әрекетін сатқындық деп атады. Путин Ресейдегі әрбір бүлікті батыстан көретін ескі әдетіне басты. Батыстың бүкіл әскери және ақпараттық машинасы Ресейге қарсы бағытталған. Біз өз халқымызды, мемлекеттігімізді кез келген қауіптен, соның ішінде ішкі жаулардан қорғаймыз. Ал біз тап болған нәрсе сатқындық, деді Путин. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Елдегі бүлікке баға берген Ресей президенті сатқындық жасауға бел буғандар мен террористік әрекет жасағандар жазаланатынын мәлімдеді. Бұл соңғы кездегі Ресей бетпе-бет келген ең тегеурінді қиыншылықтардың бірі. Шешенстан басшысы Рамзан Қадыровта Вагнердің әрекетін сатқындық деп атады. Ол барлық күш құрылымдарын Путиннің төңірегіне топтасуға шақырды. Оқиғаға қатысты Қасым-Жомарт Тоқаев қазір болып жатқан жағдай Ресейдің ішкі мәселесі екенін атап өтті. Мемлекет басшысы Ресей президентімен телефон арқылы сөйлесіп, Ресейдегі ахуалға пікір білдірген екен. Ал Зеленский Ресейдегі жағдайға қатысты зұлымдық жолын таңдаған әрбір адам түбі өзін құртады. Хаостың ауқымдылығы сонша, оны бір өтірікпен жасыра алмайсың деп баға беріпті. Қазақ елі Ресейдегі дүрбелең туралы ОДКБ әскерін шекараға жібереме деп алаңдаулы. Айтайық, ресми орындардың мәліметіне сәйкес ОДКБ әскері бұл қақтығысқа қатыспайды. Апта қызыққа толы болды. Ресейлік әнші Григорий Лепстің Қонаев қаласында өтетін концерті тоқталғаны туралы ақпарат желіде желді есіп, көпшіліктің көңілінен шықты. Ресейлік әнші Григорий Лепстің Қонаев қаласындағы жоспарланған концерті өтпейтін болды. Қала тұрғындары Алматы облысы мен Қонаев қаласының әкімдеріне жүгінген ресейлік әншінің концертін өткізбеуді талап етті. Бұған тікелей себептердің бірі өнерпаздың Ресей-Украина соғысына көзқарасы. Айта кетейік, бұл талапқа басқа қалалардың тұрғындары да қосылды. Ұйымдастырушы компания өкілдері ресейлік тараппен келісімшарттың бұзылғанын хабарлады. Билеттердің толық ақысы қайтарылды. 19 маусым күні Астана аспанын қою түтін басып, елордалықтардың тынышын кетірді. Өрттің себебі неде? Айтайық. Астананың шетінде 80 гектар аумақты құраған шөп жанған. Төтенше жағдайлар министрлігі
қатты желдің салдарынан өртті сөндіру қиындағанын айтты. Өрттегенде Семей орманын елестететін біз үшін тілсіз жау қауіпті әрине. Осы жағдайға байланысты денсаулық сақтау басқармасы елордалықтарды қажетті жағдайда көшеге шықпауға шақырды. Абырой болғанда өрт ауыздықталды. 90-шы жылдардан қалған техникасы бар төтенше жағдайлар министрлігіне Абайдағы апаттан кейін халықтың сенімі төмендегені анық. Қазақстан барысы жобасын өткізуге бөлінген 1 миллиардтан аса теңгенің қалай жұмсалғаны тексеріліп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті сотқа дейінгі тергеу аясында бюджет қаражатының жұмсалу заңдылығын тексеруге кіріскен. Басшылардың мердігер өкілдерінен жауап алу, тінту және құжаттарды тексеру бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Айта кетейік, тергеу мүддесін көздейтін басқа ақпарат жария етуге жатпайды. Осы жағдайға байланысты қоғам қайраткері Арман Шораев қуғын-сүргін басталғанын жазды. Оның айтуынша, журналист ретінде жасаған жұмыстарына қатысты мұрағат ақтарып, тексеру жұмыстары басталған. Сондай-ақ әріптестері мен жақтастарына қысым жасалып жатқанын атап өтті. Қазақ елі үшін қуантарлық жайт. Ақмоладағы Державинск қаласының атауы Кенесары болып өзгертіледі. Қалаға 1837-47 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі Кенесары Қасымовтың құрметіне Кенесары атауын беру ұсынылды. Тиісті шешім Ақмола облысы Жарқайың ауданы тұрғындарының жиынында қабылданған. Жиналысқа қатысқан тұрғындардың көпшілігі Кенесары деген атауды қолдады. Айта кетейік, Державинск қаласы Астанадан 482 шақырым қашықтықта орналасқан. Қазіргі уақытта осында елді мекендердің атауын қазақландыру аса маңызды мәселе. Әйтпесе, қазақ мемлекеті бұрын болмаған деп далбасалайтын ресейлік шовинистердің қарасы көбейе бермек. Қоғамда қызу талқыға түскен ресейлік Би-2 тобының Семейдегі концерті өтті. Ресейлік топ Семей халқына алғыс айтып қоштасты. Би-2 тобының концертінен түскен қаражат түгелдей Абай облысындағы табиғи өрттен зардап шеккендерге аударылады. Бірақ дәл осы концертке қатысты қазақстандықтардың пікірі екіге бөлінді. Қыркүйек айынан бастап студенттердің шәкіртақысы 50%-ға өседі. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беру салаларын дамыту үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде Тоқаевқа баяндама жасады. Министрдің айтуынша, қыркүйек айынан бастап мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі педагогтардың еңбек ақысы 30%-ға өседі. Сондай-ақ, ол жыл соңына дейін балабақшаларда 81 000 орын ашу жоспарланып отырғанын хабарлады. Ұл-қыз өсіріп отырған ағайынға Ақжолтай жаңалық. Биыл техникалық және кәсіптік білім алушы студенттердің 80%-ы тегін оқиды. Қыркүйек айынан бастап олардың шәкіртақысы 50%-ға, ал келесі жылы 100%-ға артады. Журналист Думан Мұхаммедкәрім 2 айға қамауға алынды. Адвокат Ғалым Нұрпейісов Думан Мұхаммедкәрімнің экстремизм қаржыландыру бабы бойынша күдікті деп танылғанын мәлімдеді. Адвокаттың айтуынша, қамау туралы сот 22 маусым күні кешкі сағат 22:00-де өткен. Айта кетейік, 25 күнге қамалып шыққан Думан Мұхаммедкәрім 28 мамыр күні қайта ұсталған еді. Журналист қазір Жетісу облысы Талдықорған қаласындағы тергеу изоляторында қамауда отыр. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Болат Назарбаев сот шешіммен автокөлік базарынан айырылды. Бұған дейін сот Барыс базары орналасқан жерлерді мемлекетке қайтару туралы қаулы шығарған болатын. Болат Назарбаев шешімге қарсы шығып, апелляциялық шағым түсірді. Бірақ сот шешімі өзгеріссіз қалды. Қарасай аудандық сотында қаралған жер учаскелері Қазақстанның экс-президентінің інісі Болат Назарбаевқа тиесілі болған. Жердің жалпы ауданы 37 гектарды құрайды. Ескі Қазақстанның елесіндей болған Назарбаевтың туыстары біртіндеп мал мүлкінен айырылып жатыр. Бұл жаңа Қазақстанның келбеті ме, әлде реваншистердің күрестің алғышарты ма? Пікір алаңына ойларыңызды жаза кетіңіздер, құрметті көрермен. Осы аптада кез келген жазаға дайынмын деген
Мұхаммедиұлы 8 жылға сотталды. Ұлттық музейдің бұрынғы директоры экс-министр Арыстанбек Мұхаммедиұлы сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету бабы бойынша кінәлі деп танылды. Айта кетейік, бұған дейін Мұхаммедиұлы сотта соңғы сөзін айтып, кез келген жазаға дайын екенін, тек ақша жымқыру деген айыпқа келіспейтінін мәлімдеген. Ел арасында музей басы аталатын ол 2022 жылдың мамырында халықаралық көрме өткізуге арналған мемлекеттік сатып алу келісімі бойынша 146 миллион теңгені жымқырды деген күдікке болатын. Экс-министрдің ұлы да жан ұшырып әкесіне жақындауға тырысты. Жаңа Қазақстан деген осы ма деп айғайға басқан ол сот шешіміне шағымданатынын жеткізді. Ардақтаған құрметті көрермен, осымен Қазақ Ордасы YouTube арнасының қазақ тіліндегі апталық шолуы тәмам. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.